Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың бірінші емген сүт енесі Суайба. Аты кім екен? Суайба бұл Құранда налатқа қалған Абу Лахабтың құлы болады. Кімнің құлы? Абу Лахаб таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахабтың қолы құрғатып кетсін, құрғап кеткір Абу Лахаб деп Аллах Таала қарғыш айтқан. Абу Лахабтың қолындағы рабыня же болсам күң, құл. Емізетті чұрқап келеді Абу Лахабқа. О Абу Лахаб, сенің қаза болып қалған бір туған енің бар еді Абдулла. Абдулланың аялы бүгін Амина уыл бала төреді. Уылды болды сүйінші бер десе, Абу Лахаб кейінчерек дұшман боларын білбейтілі. Сүйініп, пайғамбардың төрелген күні сүйінеттағын, ей Суайба, сүйіншіңе бүгіннен баштап сен құлдықтан боштандыққа шықтың, азаттыққа шықтың дейді. Бұл емнедегі хабар әлі? Бұл баланың төреліші менен, Мұхаммад алейхиссаламдың бүгін төреліші менен, адамға адам құл болбойды, құлшылық Құдайға ғана болады деген, құлдарды еркіндікке шығару бір сүйінші елі.